Саламатсыңдар ма? Математикалық сауаттылық пәніндегі фигуралардағы заңдылықтарға байланысты есептері шығарайық. Бірінші есеп. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан тұратынын табыңыз дейді. Бұл жерде 4-тен 2-ні азайтсақ 2 болады. 14-тен 12-ні азайтсақ 2 болады. 6-тан 3-ті азайтсақ 3. 5-тен 2-ні азайтсақ 3. 13-тен 9 азайтсақ 4. 8-ден қандай санды азайтсақ бізде мысалы 4 шығады деген сөз. Ол 4 деген сан болады екен. Д жауабы дұрыс. Екінші есеп. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін табыңыз дейді. Ең бірінші көңіл аударатын нәрсе, егер заңдылықты келген кезде ортасындағы сан болсын, қандай да бір сан болсын, егер квадратты беріп тұратын болса, демек сол нәрседен ұстап алуға болады, квадратты екенін біліп алуға. Так, ол жерден енді 36 деген санды қалай шығарамыз? 36 ол 6-ның квадраты. Демек, мына жерде 6 деген санға байланысты болуы мүмкін. Ал енді 6 деген санды қалай шығарсақ болады? Екеуін қосып, бірді азайтсақ 6 болатын сияқты. Ал енді мына жақтан 9 бен 5-ті қоссақ 14 болады. 14-тен 3-ті азайтсақ 11 болады. 11-дің квадраты 121 болады. Демек, орындалып тұр. 25-ке 2-ні қоссақ 27. 27-тен 3-ті азайтсақ 24. 24-тің квадраты 576 болады екен. Келесі есеп. Төмендегі берілген заңдылықтардың ішінен сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Бұл жерде цифрлармен жұмыс жасаймыз. Мына жерде екеуінің қосындылары, цифрларын қосындылары тең болады. Мысалы, 3-ке қосамыз 8-ді, және 6-ға қосамыз 5-ті. Екеуін енді бізде 11 шығады екен. Тура солай 4 пен 3-ті қосамыз 7 болады. Ал енді жауаптың ішінен 7-ге тең болатын мәнді таңдаймыз. Ол Е жауабы. Төртінші есеп. Берілген формула бар екен. Осы бойынша мына кестені пайдаланып, мынаны мәнін табуымыз керек дейді. Так, А деген орнына 16-ны қойсақ, көбейтеміз дейді. Б дегеніміздің орнында 3 болады дейді. Азайтылған А дегеніміз бағана 16-ға қосылған Б-ның орнында 3. Бізде қанша шығады деген? С деген 29 шығатын болса, онда осының белгілі сандарды орнына қойып теңдеу шешетін боламыз. Так, 16-ны 3-ке көбейтсек 48 азайтамыз. 16-ға 3-ті қоссақ 19, бұдан 29 шығады екен. Енді дәл солай X деген санды қоямыз А деген жерге. Демек, X көбейтілген 24 болады. Азайтылған X қосылған 24 болады. Тең. Бізде 137 болады екен. Енді осы жерден X-ті табатын болсақ, 24X азайтылған X азайтылған 24 тең 137. 24X-тан X-ті азайтсақ 23X болады. Тең. Минус 24-іміз екінші жаққа өткен кезде плюс 24 өтеді. Демек, 137-ге қосылады. 137-ге 24-ті қосатын болсақ, 161 болады екен. Енді X-тің мәнін табамыз. 161-ді 23-ке бөлеміз. Сонда бізде 7 болады екен. X-тің мәні табылды. Енді Y-тің мәнін тура осылай табатын болсақ, А деген жерге 6-ны қоямыз. Көбейтілген Б деген жерге Y. Азайтылған А деген жерге 6, Б деген жерге Y. 84. 6Y азайтылған
6 азайтылған y тең 84 дейді. 6 y-тен y-ті азайтсақ 5 y минус 6-мыз екінші жаққа плюс 6 болып қосылған кезде 90 болады екен. 90-ды 5-ке бөлсек, сонда y тең болады 18-ге. 7-ге қосамыз. 18-ді квадраттаймыз. 7-ге 18 қоссақ 25. 25-тің квадраты 625 деген жауап болады екен. Бұл жауабы дұрыс. Келесі есеп, 5-ші есеп. Математикалық сауаттылықта негізі квадраттар жаттап алған дұрыс. Көбінесе сол квадраттарға беріледі. Немесе кубтарды жаттап алған дұрыс. Кубтарға да берілуі мүмкін. Енді бұл есебіміз кубқа беріліп тұр. Мысалы 27 дегеніміз ол 3-тің кубы. Ал 4-тің кубы бізде 64-ті береді. 5-тің кубы 125. 6-ның кубы 216. Ал енді мынау фигуралар не үшін берілгенін соған қарайтын болсақ, енді 3 деп тұр. Қандай фигураның ішінде тұр десек, ол 3 бұрыштың ішінде тұр. Демек 3 бұрыш 3-ге сәйкес. Ал 4 бұрышымыз 4-ге сәйкес квадратымыз. Ал енді 5 бұрышымыз 5-ге. Демек мұна фигураның қанша қабырғасы немесе қанша бұрышы бар екенін табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек біз табуымыз керек 8-дің кубы. Енді соңындағы сандарға қарасақ, әрқайсысы әртүрлі екен. Демек 8-дің соңғы цифры қандай санмен аяқталатынын тапсақ та болады. 8 жердегі 8-дің 64. Енді 64-ті тағы да біз 8-ге көбейтуіміз керек. Демек 4 жердегі 8-дің 32 2-мен аяқталады. Демек 512 болады дейміз. Келесі есепке қарасақ, 6-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Бұл жерде 50-ге 70-ті қосатын болсақ 120 болады. 120-ны 8-ге бөлсек 15 шығады екен. Ал енді 64 қосамыз 16-ны 80 болады. 80-ді бөлеміз 8-ге 10 болады. 114 қосамыз 38-ді 110 152 болады екен. 152-ні бөлеміз 8-ге, сонда 19 болады. Жауабы дұрыс екен. Келесі 7-ші заңдылықты анықтап x-ті табыңыз дейді. Бұл жерде 9 мен 8-дің көбейтіндісі 12 мен 6-ның көбейтіндісіне тең екен. 3-ті көбейтеміз 25-ге, 5-ті 15-ге көбейткенге тең. 4-ті көбейтеміз 14-ге, 8-ді көбейтеміз x-ге. Енді 4 жердегі 14-іміз 42 болады. Жоқ, 42 емес. 56 болады. 8x-іміз 56 болса, x тең болады 7-ге. 7 жердегі 8 56. Сондықтан x-тің мәні 7-ге тең екен. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есеп тура алдындағы есеп сияқты екен. 1 мен 18-дің көбейтіндісі, 2 мен 9-ның көбейтіндісі екеуі тең екен. 14 пен 2-ның көбейтіндісі 7 мен 4-дің көбейтіндісіне тең. 7 жердегі 8-іміз 56, 14-ті қаншаға көбейтсек 56 болады дейді. Ол 4. Келесі 9-ші есеп. Мұндай есептерде көбінесе қарама-қарсы сандармен жұмыс жасауымыз мүмкін. Сонымен 5 жердегі 6-мыз 30-ға тең. 4 жердегі 7 28-ге тең. Осы жерден біз байқаймыз. Олар айырмасы 2-ге тең болатын. 30-дан азайтамыз. 28-ді 2 болады екен.
8 жердегі 4-іміз 32, 9 жердегі 3-іміз 27. 32-ден азайтамыз 27-ні. Сонда 5 болады екен. 9 жердегі 5-іміз 45, 2 жердегі 8-іміз, 2 жердегі 4-іміз 8 болады. Сонда 45-тен азайтамыз 8-ді, болады 37. С жауабы дұрыс. Келесі 10 есеп. Заңдылықты анықтап x-тің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде астындағы сандардың қосындысы, қосындысы емес көбейтіндісі екен. Үстіндегі санды береді. 2-ні көбейтеміз 4-ке, ол 8-ді берді. Енді 4-ті көбейтеміз 3-ке, ол 12. Енді ары дейді. Орындалатын тексеріп жіберейік. 8-ді көбейтеміз 12-ке. Бізде 96 шығады екен. Орындалып тұр. Демек, x-іміздің мәні 12-ге тең екен. Келесі есеп 11-ші. Берілген eşittегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 2-ні 8-ге өтсек 16 шығып тұр. 8 4-ге бөлсек 2, 2-ні 10-ға көйтсек 20 болады екен. Сандар белгілі бір заңдылықпен орнала берілген. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Сұрақ белгіміз бізде К мен L-дің қосындысы екен. 7 мен 6-ны қоссақ 13, 13-тің 2 есесі 26 болып тұр екен. 12 мен 15-ке қосатын болсақ 27, 27-ні 2 өтсек 54. Демек, мына екеуінің қосындысына мынаны қоссақ, бізде астындағы сан шығып 1 десек те болады. Демек, 16-дан азайтасақ 6-ны да болады екен. Сонда жауап 10. Ал енді асықпай жүретін болсақ, біз қандай санды біз 6-ға қосып, оны 2-ге өткенге де 16 болады дейміз. Демек, К-ны біз тауып алсақ болады. К тең болады жартысы ол 8. Ал енді L-ымыз тең болады. Ол 8-ден 6-ны азайтқанға 2. 8-ге 2-ні қоссақ 10 деген жауап шығады екен. Есеп квадраттың торларына натурал сандар әр жолдағы, әр бағандағы және әр диагоналдағы сандардың қосындысы бірдей болатындай етіп жазылған. Кейбір сандар өшіріліп тасталды. X-тің орнына қандай сан жазылған еді? Бұны екінші сөзбен сиқырлы квадрат деп атайды. Біз енді осы квадраттың барлығын толтырып отыратын болсақ, уақыт кетеді. Бұны толтырмаудың амалы бізге өзі айтып тұр. Мынау диагоналмен қоссаң да, тігінен қоссаң да, көлденеңнен қоссаң да бәрі бірдей деп тұр. Бірдей сан шығады деп тұр. Олай болса, сол қосқан кезде қанша шығатынын біз тауып алсақ болады. Ол дегеніміз былай. Мыналардың қосындысы, үшеуінің қосындысы, бізде мына үшеуінің қосындысын береді. Ал x деген санымыз ол тұрақты сан. Ол өзгерген жоқ, ешқайда кеткен жоқ. Бірақ біз оны білмейміз просто. Олай болса, бізде 9 бен 8-ді қосқан кезде мына екеуінің қосындысына тең болу керек. 9-ды қосамыз 8-ге 17 болады. Демек, мына жерде де 17 шығу керек. 17 шығу үшін біз қандай сан жазамыз? Мына жерге 17-ден 5-ті азайтамыз. 12. Демек, 12-ні жазуымыз керек мына жерге. Ал енді біз мынау жолдағы сандарды тауып алдық. Енді осылардың бәрін қосамыз. 12 қосылған 9 қосылған 6. Бізде бұл жерден 27 шығады екен. Қосынды 27 болу керек екен бізде. Енді мына екеуінің қосындысы 17 болса, 27 болу үшін x-тің мәні
бізде қанша болады дейміз. 27-тен азайтамыз 12 қосылған 5-ті. 17 азайтатын болсақ 10 болады екен. Жауабы С. Келесі 14-ші сұрақ. Бұл енді қарапайым екен. 5-ке алтын қоссақ 11 шығып тұр. Демек 8-ге қосамыз 4-ті 12 болады екен. 15-ші есеп. Кестеде берілген бастапқы сөз сәйкестендірілген. Теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Отандастар отан түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз дейді. Бикеш деген сөзден кеш деген қапты. Бұл жерде енді би деген сөз. Би деген екі әріп бізде жоқ болып кетіп тұр. Ал енді мына белгі соны көрсетсе керек. Отандастар дегеннен отан ғана қалу үшін дастар деген жоқ болу керек. Енді мына белгі былай тұрған кезде ол бас жағында әріптер кетті. Демек бізде соңғы жағында әріптер кету үшін біз кері теңсіздік болатынын түсінеміз. Ал енді 6 әріп кету керек екен, демек жауабы А болады екен. Келесі. Бұл жерде А дегеніміз 2 Б-ға тең дейді. А дегеніміз толық тіктөртбұрышты айтып тұр. Б дегеніміз сол 2-ге теңдей бөлінген кездегі пайда болған тіктөртбұрыштер. Енді мына жерде мына 1 Б-мыз қалды. Демек 3-ге бөлінгендегі 1 бөлігі Б-ның. Ол бізде С-ға тең екен. Мынау бізде С. Мынау да С-ға тең, мынау да С-ға тең. 3 С бар екен. Енді бұл жерден тура солай 3 С бар бізде. Тағы да мына жерде бір фигура пайда болды. Және оған мына фигураны теңдеп болсақ болатын сияқты. Және одан да басқа тағы да бір фигура пайда болды. Демек 2 бірдей әріптен және бір басқа әріп тұратын вариантты таңдаймыз. Бұл жерде Б деген мүлдем болмайды. Б деген жоқ. 3 Д дейді. Біздегі фигура теңдей 3-ке бөлінген жоқ. Ол да болмайды. Бізде фигуралар 2-ке бөлінген жоқ. Демек бұл жауапта дұрыс емес, мына жауапта дұрыс емес. Демек мына фигурамыз бізде Е болып тұр, Е болып тұр. А мына фигурамыз бізде Д болып тұр екен. Демек жауабы С болады. 17-ші сұраққа қарайық. Кестенің құрылу ережесін тауып жетіспеген санды табыңыз дейді. Ең бірінші бағанға бүйтіп қарайтын болсақ 7, 2, 49 дейді. Бұл бізде 7-ның квадраты болып тұр. 16-ның квадраты 256. 6-ның кубы 216. Так, 216. 11-дің квадраты 121. Демек 5-дің кубын табуымыз керек. Ол 5-дің кубы бізде 125 болады екен. 18-ші есепке қарайық, сұраққа қарайық. Заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Мына фигуралар әртүрлі екен, демек бекерге берілмеуі мүмкін. 5 ол 4 бұрышының ішінде тұр. 3 ол 5 бұрышының ішінде тұр. Демек 5-ті біз көбейтейік 4-ке, қосайық 3-ті көбейтеміз 5-ке. 20 қосылған 15. 35-ті береді екен. 9-ды 3-ке өтсек 27, азайтылған 8 жердегі 4-іміз 32. Бұдан бізде минус 5 шығады екен. 7 жердегі 5-іміз 35, қосылған 6 жердегі 3-іміз 18, азайтылған 2 жердегі 4-іміз 8. 18-ден 8 айтсақ 10, 35-ке 10-ды қоссақ 45. Сонда Е жауабы дұрыс екен. 19-ші сұраққа қарайық. Алдағы бір есепке ұқсайды екен. Кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Тазалық, таза түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз дейді.
Бұл жерде заңдылығымыз шарп болып тұр. Мына жерде де үшеу болып тұр. Қар дегеніміз ол да үшеу болып тұр. Таза болса демек ол 4 болу керек. Жауабы болу керек. 20-шы сұрақ. 3-3 кестенің барлық баған және қатар жолында дейді 4, 2, 3 цифрларының әрқайсысы бір рет қана жазылса, А плюс Б нешеге тең болатынын анықтаңыз дейді. Судоку деген ойынға ұқсайтын екен. Бұл жерде енді мына жерге мысалы мен 4-ті де жаза алмаймын, 2-ні де жаза алмаймын демек, бұл жерде міндетті түрде 3 болу керек. Мына жерге міндетті түрде мен жазуым керек тағы да 3-ті. Басқа 4-ті де 2-ні де жаза алмаймын. Олай болса мына жерде енді қандай сандар болады? Енді 3 болса 2 болса демек міндетті түрде 4 болу керек. Мына жерде тағы да 4 болу керек. Бұл да 4, 4. Бізге екеуінің қосындысын тап деген екен. 4 қосу 4 бізде 8 болады дейміз. Келесі 21. Суреттегі сандар белгілі бір заңдылық орналасқан x пен y-дің мәндерін тауып, y бөлінген x плюс 5 өрнегінің мәнін анықтаңыз дейді, табыңыз дейді. Бұл жерде енді x-тар неге тең болады, y-гіміз неге тең болады? 3, 6, 12. 2-ге көбейтіліп жатыр екен. 2, x 8 дейді. Демек біз 4-ті қоятын болсақ, 4 жерде 8 орын алып тұр. Демек x-іміз 4-ке тең екен. 9, 18, 36 дейді. Тура солай 2-ге көбейтіліп жатыр екен. 2-ге көбейтіліп жатса, демек y-гіміз бізде 20 болады екен. Демек y бөлінген 20 бөлінген 4 қосылған 5-ті тауымыз керек. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 5-ке 5 қоссақ 10 болады екен. Жауабы дұрыс. 22-ші. Фигурадағы сандар белгілі бір ережеге сәйкес орналастырылған. Сол ереже бойынша сұрақ белгісі орнында қандай сан болады дейді. 42-ге 13-ті қоссақ бізде 55 болады екен. 55-те 2-ге көбейтсек 110 шығып тұр. Демек 63-ге 8-ді қоссақ 71 бола ма? 71-ді 2-ге көбейтсек 142. 50-ге 6-ны қоссақ 56, 56-ны көбейтеміз 2-ге. Сонда 112 деген жауап болады екен. 23. Алдағы есепке ұқсас екен. Бұл жерде 35-тен 13-ті азайтамыз. 22, 22-ны бөлеміз 2-ге 11. 24-тен азайтамыз 8-ді. 16, 16-ны бөлеміз 2-ге 8. 45-тен азайтамыз 11-ді. 34, 34-ті бөлеміз 2-ге 17. Жауабы дұрыс. 24-ші есепке қарайық. Әр сан 2 жоғарғы сандардың қосындысына тең дейді. Мысалы 5 қосылған 6, 11 кестеге x-тің мәнін табыңыз дейді. 6 мен x-ті қосатын болсақ, x плюс 6, x плюс 7. 11 мен x плюс 6-ны қосатын болсақ, x қосылған 11-ге 6-ны қоссақ 17. x-ке x-ті қоссақ 2x, 6-ға 7-ні қоссақ 13. 13. Енді осы сандардың қосындысы бізде 60-ты беру керек. Демек x қосу 17 қосылған 2x қосылған 13 тең 60. 2x-ға x-ті қоссақ 3x. 17-ге 13-ті қоссақ 30, 60-тан азайтатын болсақ 30 қалады екен. Сонда x тең болады 10. Жауабы дұрыс екен. Келесі 25. Бұл жерде 5, 5.
1, 4, 9 деген сандар бізде квадратқа келіп тұрған сияқты. Олай болса 5, үшбұрыш 5 дегеніміз ол 1-ге қай кезде сәйкес болады? 5-ті 5-ке бөлсек, демек 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 и 1-ді квадраттаймыз. 1-ге тең. 8-ді бөлеміз 4-ке. 2, 2-ні квадраттаймыз. 4. 9 бөлеміз 3-ке. 3 болады, 3-ті квадраттаймыз, сонда 9 болады екен. 12-ні бөлеміз 2-ке. 6 болады, 6-ны квадраттаймыз. 36 болады екен. Жауабы дұрыс. Келесі. Сандар белгілі бір арифметикалық заңдылықпен берілген. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. 3, 6, 9, 18. Енді әрқайсысы әртүрлі болып тұрған сияқты. 2-ні 3-те 2 өйтсек 6. 6-ға 3 тоссақ 9 шығып тұрген. Демек, көбейтеміз 2-ке, қосамыз 3-ті. Көбейтеміз 2-ке, қосамыз 3-ті. Көбейтеміз 2-ке, қосамыз 3-ті. Көбейтеміз 2-ке. 45-ке өйтсек 90 болады екен. Сонда В жауабы дұрыс. 27. 40, 10, 5 дейді. Енді керісінше жүрсек болады сияқты. 5-те 2 өйтсек 10, 14-ке өйтсек 40. 8-де 2 өйтсек, 4-те 2 өйтсек 8, 8 4-ке өйтсек 32. 3-те 2 өйтсек 6, демек x-іміз 6-ға тең. Y осы 6-ны 4-ке көбейткенге тең. Демек 24. X-іміз 6, Y-іміз 24 деген жауапты белгілейміз. Келесі. 28 сурет бойынша дөңгелек фигурасына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Сонымен x-ке 10 үшбұрышқа 4 бұрыштың қосындысы 15 болып тұр екен. Үшбұрышқа дөңгелектің қосындысы 11 болып тұр екен. Бізге 4 бұрыштың үшбұрышқа қатынасы берілген, 2-ның 3-ке қатынасындай болса дейді. Онда мына қатынасты қолданатын болсақ, бұл не дейді? Бұл егер мынау 2x болса, онда мынау 3x болады деген сөз. Тура осылай мәндерін жазатын болсақ, мына жерге 3 бұрыш деген жерге онда мен 3x жазам. 4 бұрыш деген жерге 2x жазам. X-тің мәнін тауып болады сөйтіп. 15 болса, x 3x-ке 2x-ның қосындысы 5x береді. X тең болады 3-ке. X-іміз 3 болса, демек 4 бұрышымыздың мәні ол 6-ға тең. 6 болады екен. Енді 3 бұрышымыздың табу үшін 3-ке көбейтем, ол 9 болады екен. Демек 3 бұрышымыз 9. 9-ға қандай санды қосам? Бір Y деген санды қосам, сол кезде 11 шығады. Сол Y деген санымыз бізде 2-ке тең болу керек болады екен. Заңдылықты анықтап, x-ның мәнін табыңыз дейді. Қарама қарсы тұрған сандарда азайтатын болсақ, 65-тен 33-ті азайтатын болсақ, 32. Оның жартысы 16 болып тұр. 53-тен 21-ді азайтсақ, дәл солай 32 болады, жартысы 16. 24, 58-ден азайтатын болсақ, 34, 34 жартысы 17. 49-дан 15 азайтатын болсақ, 34, 34-дің жартысы 17. 79-дан 33 азайтатын болсақ, бізде болады 46, 46-ның жартысы 23. 68-ден азайтамыз 22-ні, 46 болады, 46-ны 2-ге бөлеміз. 23 болады екен. Сонда 23 деген жауапты таңдаймыз. Келесі, төменде келтірілген әр жолдағы сандар арасында белгілі бір заңдылық болса дейді, x-ның мәнін табыңыз. 6-ның квадраты 36. 36-ны бөлеміз 2-ке. 18. 2-ның кубы 8. 8-ді бөлеміз 2-ке. 4 болады. 4-дің 4 дәрежесі 256. 256-ны бөлеміз 2-ке. 128.
Келесі 31. Кестедегі сандар белгілі заңдылықпен орналасқан. Сол заңдылыққа сәйкес x пен y мәндерін анықтап, x плюс y мәнін табыңыз дейді. Так, 3-тен азайтамыз 1-ді, қосамыз 4-ті, 6. 23-тен азайтамыз 9-ды. Так, қосамыз 30-ды. 44. 36-тан азайтамыз 22-ні, қосамыз 43-ті. 14. 57. 44-ке қосамыз 57-ні, 101. Артық фигураны көрсетіңіз дейді. 5 бұрыштың ішінде бізде 4 бұрыш тұр. Мына жерде 7 бұрыштың ішінде 6 бұрыш тұр. 6 бұрыштың ішінде 5 бұрыш. Мына жерде 7 бұрыштың ішінде 5 бұрыш тұр. 4 бұрыштың ішінде 3 бұрыш тұр. Бұл жерде мына артық болып тұр. Себебі барлығының айырмасы 1-ге тең. Бұл жерде 2-ге тең болып тұр. Демек, артық фигура бізде 4-ші фигура екен. 33. Заңдылықты анықтап, x-тің мәндерін табыңыз дейді. 4 3-ке көбейтіліп отыр. 17 3-ке көбейтіліп отыр. Демек, x-імізді 3-ке көбейтілетін сан деп алсақ болатын сияқты. Ол 13. Төмендегі кестелер белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейді. Сұрақ белгісінің орнында қандай кесте болу керек? X-іміз жылжып жатыр. Демек, x-іміз мына жерде болу керек. Біз өзіміз кесте сызып қоятын болсақ. Мына жақта x болады. Ал енді y-іміз қалай жылжып жатыр? Диагональ бойынша жылжып жатыр екен. Мына жерге келді. Мына жерге енді мына жерге бару керек. Демек, мына жақта y болады дейміз. Келесі z-ке қарасақ, ол астына кетіп бара жатыр. Сөйтіп z мына жерге келу керек. Содан соң a дегеніміз басының мына жақта болды. Келесі мына жерге мынаған көшті. Енді мына жақта болу керек. Демек, мына жақта a бар. b дегеніміз диагональ бойынша y сияқты, бірақ керісінше жүріп бара жатыр екен. Демек, b мына жақта болу керек. S дегеніміз жоғары көтеріліп жатыр. Демек, x-тің жанында S деген болу керек. Жауабы осыған ұқсайтын жауапты табамыз. X, A, Z, Y, B. Демек, мына жауап бізді қанағаттандырады екен. 35. Төмендегі геометриялық фигуралардың әрқайсысы белгілі бір амалды білдіреді. Сұрақ белгісінің орнында қандай сан болу керек дейді. Ең соңында, ең жақшаның сыртында 3 тұр. Бұл дөңгелекке қатысты нәрсе болу керек. Сонда ең соңында біз демек 3-ке көбейттік. Демек, дөңгелек дегеніміз 3-ке көбейту деген сөз. 3 бұрыш қарасақ, ол бізде b тұр. Демек, бұның алдына 5 тұрғандықтан 3 бұрыш ол 5-ке көбейту деген сөз. A ол квадраттың ішінде тұр. Демек, A дегеніміз 2-ке көбейтіліп отыр. Демек, квадрат бізде 2-ке көбейту деген сөз. Мұны 46 болса дейді. Бір тексеріп көрсек болады. 3 бұрыш дегеніміз бағана біз 5-ке көбейту дедік. Бірді көбейтеміз 5-ке. Жақшаның ішінде болады. Себебі барлығы да бұның квадраттың ішінде тұр. Қосу болады. Демек, бір фигураның ішінде тұрғандықтан дөңгелек дегеніміз ол 3-ке көбейту. 3-ті көбейтеміз 6-ға. Тағы оны көбейтуіміз керек. Квадрат дегеніміз бағана біз 2-ке дедік. 2-ке. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 3-те 6-ға көбейтсек 18. 5 қосу 18-ді біз көбейтуіміз керек 2-ке. 5-ке 18 қоссақ 23, 23-ті 2-ге көбейтсек 46 бізде шығып тұр екен. Келесі 2-ні көбейтеміз. Дөңгелек дегеніміз ол 3-ке көбейту. Қосамыз 7-ні көбейтеміз 2-ке. Бұны көбейтеміз. 3 бұрыш дегеніміз 5-ке көбейту еді.
Сонда екі жердегі үшіміз 6 қосылған 14 көбейтілген 5. 6-ға 14 қоссақ 20, 20-ны 5-ке көбейтсек 100 болады екен. Так, 36 барлық бағандағы қатардағы және диагоналдағы сандардың қосындысы өзара тең болса дейді, x плюс y өрнегінің мәнін табыңыз. Бұл бағанаға бір есепке ұқсайды екен. 11 мен 13-тің қосындысы бізде мына екі санның қосындысына тең болу керек. Себебі x-іміз өзгеріссіз қалып тұр. 11-ге 13 қоссақ 24, 17-ге қандай санды қосатын болсақ 24 болады. 11 қосамыз 13-ті, азайтамыз 17-ні. 24-тен 17-ні азайтатын болсақ 7 болады екен. Демек, мына жерде 7 деген сан. 7-ге қосамыз 11-ді, қосамыз 15-ті. 18, 18-ге 15-ті қосатын болсақ 33 болады екен. Енді 33 деген саннан азайтамыз 11 мен 13-тің қосындысын. 24 азайтатын болсақ бізде 9 екен. X бізде 9-ға тең екен. Y-тің мәнін табу үшін 33-тен азайтамыз 15 қосылған 13. 33-тен азайтамыз 28-ді, сонда бізде 5-ке тең болады екен Y-іміз. Енді x плюс y-ті табу үшін екеуін қосамыз. 14 деген жауап болады екен. Келесі 37 деген сұрақ. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан x плюс y өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Так, 4 пен 11-дің айырмасы 7-ге тең. 7-ні қосатын болсақ, мына жерде 8-ді қосады екенбіз. Мына жерде 9-ды қосатын болсақ, 19-ға 9-ға 28, сонда x-іміз 28-ге тең. 28-ге 10-ды қосамыз, 38 шығады. 38-ге 11-ді қосамыз, 49 шығады. 49-ге 12-ні қосамыз, 61. Сонда y-іміз 61 болады екен. Ары қарай тексере салайық. 61-ге 13-ті қосатын болсақ 74 шығады екен. Демек, x плюс y-ті табу үшін 28-ге қосамыз 61-ді. Сонда 89 болады екен. 38-ші сұрақ. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнында қандай сан болатынын табыңыз. Так, 15 пен 2-ні қоссақ 17, 17-ге 3-ті қоссақ 20 шығып тұр екен. 12-ге 5-ті қоссақ 17, 17-ге 4-ті қоссақ 21 шығып тұр. 27-ге 9-ді қоссақ 36, 36-ға 5-ті қоссақ 41 шығып тұр. 36-ға 14-ті қоссақ 50, 50-ге 4-ті қосамыз 54 шығады екен. Так, сауалымыз аяқталды. Сау болыңыздар.